Ассаляму алейкум. Бүгін балды тортын дайындайтын боламыз. Менің арнама қош келдіңіздер. Бізге ең қажетті заттар: жұмыртқа, ұн, бал, қант, ас содасы және май қажет. Ең алдымен майымызды баяу отта ерітіп аламыз. Майымыз бөлме температурасында немесе тоңазытқышта тұрғаны маңызды емес, міндетті түрде ерітіп алуымыз қажет. Ерітіп алғаннан кейін қантымызды салып, қантымыз толықтай ерігенше араластырып тұрамыз. Қантымыз ерігеннен кейін балымызды салып, балымызды да толықтай ерітіп алуымыз қажет. Балымыз ерігеннен кейін ас содасын салып, көпіргенше араластырып тұрамыз. Араластырып тұруымыз өте міндетті, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін бөлек ыдысқа ыстық күйінде құйып аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа 20-25 минутқа суығанша қойып қоямыз. Қамырымыз суығаннан кейін жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Яғни қамырымыздың түсі осындай болып шығады. Қара қоңыр түсте болып шығады. Одан кейін ұнымызды біртіндеп салып, өте жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымызға ешқандай қатты күш салмаймыз, себебі корждарымыз қатты болып қалады. Дайын болған қамырымызды 7 бөлікке көз мөлшерімен кесіп аламыз. Одан кейін әр қайсысын домалақтап, жаюға дайындап қоямыз. Қамырымыз бізде қолға жабысатындай, осындай жұмсақ болып шығады. Ары қарай поклан қағазын 7 бөлікке бөліп дайындап алғаннан кейін қамырымызды осылай жұқа қылып жайып шығуымыз қажет. Форманың көмегімен кесіп алып, артық қамырымызды осылай шетіне қойып қоямыздағы шанышқының көмегімен әр жерден тесіп шығамыз. Осылай әр қайсысын жұқа қылып жайып дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 2-3 минуттай тез-тез пісіріп алуымыз қажет. Осылай қызарып, пісіп шығады. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Креміне бөлме температурасындағы сары май және варенка қажет. Миксердің көмегімен араластырып алып, кремімізді дайындап аламыз. Енді блендердің көмегімен артылған қамырымызды осылай үгітіп аламыз. Осылай өте ұсақ болып үгітіліп шығады. Енді торттарымызды дайындауға кірісеміз. Әр коржымызды осылай салып, кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Корждарымызды кезек-кезек салып, осылай кремімізді жағып шығамыз.
осындай формочкамен жасағаннан кейін шеті осылай түп-түзу әдемі болып шығады. Артық үгітілген қамырымызды осылай шетіне әдемілеп сеуіп шығамыз. Міне тортымыз осылай әдемі тегіс болып шықты. Енді тортымызды кесіп, ортасын қалай болып шыққанын сіздерге көрсетемін. Тортымыз міне осындай кесілген күйде әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантып, жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін.